Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін балалық шақтың дәмі болған өте дәмді, жұмсақ қорық рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Айранымызға алдымен қантымызды салып, қант толықтай ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызды саламыз. Егер сары май болмаса, сұйық май қосуға болады. Ұнымызды азырақ жартысын ғана салып, үстіне пищевая сода, одан қосқышымызды салып, жақсылап араластырып илеп аламыз. Бізде осындай масса шығады, өте жұмсақ. Ұнымызды азырақ ұн сеуіп, қамырымызды жайып, қамырымыз қатты жұқа болып кетпеу керек. Мендегі осындай форма, егер форма болмаса, кесемен жасауларыңызға болады. Бетіне айран жағып аламыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Қоржықтарымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмі керемет болып шығады. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.